Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен қысқаша айтатын сироптағы алхорның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте қарапайым оңай рецепті. Қарапайымдылығы сондай, әдеттегідей. Қайнату барысында ыдысымыздың түбіне жабысып күйіп қалады деп уайымдамайсыз. Бар болғаны осы банканың ішінде дайын болатын керемет рецепті. Сонымен бірге әрі тосап, әрі қыстың күні үстіне қайнаған су құйып, балаларыңызға соқ ретінде де бере бересіз. Ендеше осы рецептіні соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, қазақ тілді контентті қолдап, қасында қоңырау шанында басып тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алхорымызды таңдағанда өте қатты езіліп піспеген қаттылау түрінен таңдаймыз. Жақсылап бірнеше мәрте жуып алғаннан кейін пышақпенен ортасынан екіге бөліп, ортасындағы сүйегін алып тастаймыз. Дәл осылай пышақпенен екіге бөліп, ортасындағы сүйегін алып тастаймыз. Менде мына жерде 2 кг алхорымызды дайындап алдық. Енді сиропымызды қайнатамыз. Рецептіміздің қарапайымдылығы сондай. Сонымен бірге қалтамызға да тиімді. Әдеттегідей келісіне келісе алмаймыз қантты. 2 кг алхорға 600 г қант салдым. Үстіне 300 мл жуық су құйып, қанты әбден ергенше араластырып, сироп қайнатып аламыз. Банкілерімізді алдын ала стерилдеуді қажет етпейді. Бар болғаны банкілерімізді жақсылап жуып алсаңыздар болды. Енді осы банкілерімізді алхорымызбенен толтырып аламыз. Банкілерімізге алхорларымызды толтырып алдық. Енді қайнап дайын тұрған сиропымыздан барлығына бірдей етіп құйып шығамыз. Банкаларыңыздың да қақпақтарын алдын ала жақсылап жуып, қайнап тұрған суда 2-3 минутқа салып қоюды ұмытпаңыздар. Қақпақтарымызды өте қатты бұрап жауып тастамаймыз. Банкаларымыз еркін сиятындай етіп, осындай үлкендеу ыдыс алып, қайнаған кезде біріне бірі тиіп сынып қалмас үшін астына осындай майлық төсеп, иығына шейін келтіріп жылы су құйып, отқа қоямыз. Уақытымызды белгілейміз. Қайнағаннан кейін 20 минут толық орта отта қайнатамыз. 20 минут қайнаған алхорларымыз дайын болды. Енді банкілерімізді біртіндеп шетінен алып, қақпағын қайтадан бұрап, мықтап бекітеміз. Бекітіп алғаннан кейін айналдырып, тексеруді де ұмытпаймыз. Мінекей сироптағы алхорымыз дайын болды. Өздеріңіз көргендей өте қарапайым оңай рецепті. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Банкін төңкеріп те қажеті жоқ. Бар болғаны осылай үстіне жылы жауып қойсаңыздар болды. Видеоны соңына дейін көргендер үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.